Қайырлы күн достар, сіздермен бірге лагман қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге 600 грамм ұн, 1 стакан су, 1 қасық тұз керек. Видеодағыдай әдемі әрі дәмді лагман жасаймыз. Алдымен бізге бөлме температурасында 1 стакан суға 1 қасық тұз салып, ерігенге дейін араластырамыз. Және оны ұнға салып, біркелкі қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырды көріп тұрғандарыңыздай басып шығамыз. Пакетке салып 15 минут тұндырамыз. Тұндырылған қамырды басып шығамыз және жақсылап май жағамыз. Қамырға май сіңгенге дейін тағы да 15 минут тұндырамыз. Тұнған қамырға кішкене май жағамыз және бір бармақтың размерінде немесе 2 см көлемде кесіп шығамыз. Видеодағыдай қолмен айналдырамыз және тарелкаға май жағып, қамырды ораймыз. Пакетпен орап, тағы да 5-10 минутке тұндырамыз. Видеодағыдай созып шығамыз. Бір қолымызбен тартамыз, екінші қолымызбен баса айналдырамыз. Видеодағыдай қамырымыз тағы да жіңішке болу үшін оны осылай тартамыз. Қайнаған суда 5 минут пісіреміз. Қамырдың піскенін судың бетіне көтерілгеннен біле аласыз. Видеода лагман созудың екі түрлі әдісі көрсетілген. Бірі қолмен тарту, екіншісі қолға орап сілкілеу. Піскен қамырды салқын суға салып жуамыз және майлаймыз. Осымен лагманға арналған қамырымыз дайын. Жасап көріңіз, дәмділігіне сөз жоқ. Келесі видеода жолыққанша аман болыңыз. Сіздермен болған Диза шеф, бізде бар адамды.